Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет бір жұмыртқадан жасалатын керемет коржиктің рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей алдымен шедрелетамызды қосамын, мен маргарин қоссаңыздар да болады. Мінекей 100 граммын қостым. Қалауларыңызша көптеу жасаймын десеңіздер 200 грамм қоса берсеңіздер болады. Мінекей сосын құмшекерімізді қосып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай барлығын осылай араластырып аламыз. Екеуі теңдей араласуы қажет. Өте оңай, сіздерді жасап беріңіздер, балаларыңызға өте керемет болып шығады. Мінекей енді бір жұмыртқамызды қосып, және тағы да араластыратын боламыз. Енді сүтімізді қосатын боламыз. 200 грамм сүтімізді қосып, және де тағы да араластыратын боламыз. Енді електен өткен дайын ұнымызды шетінен салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Және ұнның үстіне разрыхителіміздің жартысын салатын боламыз. Менікі 15 граммдық, сол үшін жартысын салдым. 10 граммдық разрыхител болса, барлығын сала берсеңіздер болады. Міндетті түрде ұнның үстіне салыңыздар разрыхителдеріңізді. Сонда керемет болып шығады. Мінекей жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді салафанға салып, холодильникке 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей 5 минут тұрып шықты. Енді шетінен жайып, табамызға салып шығатын боламыз. Осылай оқтаудың көмегімен осылай жіңішке етіп жайып алатын боламыз. Мінекей достар, сіздер де жасап көріңіздер. Жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жерсеңіздер болады. Мінекей осындай бокалдың көмегімен өздеріңіздің қалауларыңызша осылай кесе беретін боласыздар. Формаларыңыз бар болса, формамен кессеңіздер де болады. Мен осындай затпен кесіп шықтым. Өте оңай, сіздерді жасап көріңіздер, және каналым дамуына үлес қосып, лайк, комментері қалдыруды ұмытпаңыздар. Балаларыңызға мектепке осылай жасап берсеңіздер болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып жіберсеңіздер болады. Мен жаққан жоқпын. Достар, каналыма тіркеліп, лайк бас, видео ұнаса, ас болсын.